Biz qo'y bu. Assalomu alaykum dedi. Al, ballar. Bugungi sabaqda mаған söyleyin, mаған söyleyin. Mына жаққа басып. Так. Mere, қолыңдан қойып қой. Иә. Балlar. Бүгін біз шахматтағы ең әлсіз нүкте, ең әлсіз жер ол F7, F2 полиясы. Ол жерден көбінесе жаңадан ойнап бастаған ойыншылар детский мат қояды, дұрыс па? Детский мат білесіңдер ме? Детский мат білесіңдер, детский маттан қорғануды да білесіңдер, қалай қорғануға болады, Мысалға мат легалия дейді. Кел, кере ғой, бұл отыра ғой. Бұлдар, сәлеметсіз бай. Давай, бара ғой, тез бара ғой. Сапар бара ғой, тез. Жоқ, сабақ түсіндіріп болған соң болады. Давай, тез. Орындықтарын қойна да, тез тақтаға қарай қойна. Ал енді мат легалия деген не бар? Легал деген мықты ойыншы болған шахматта. Сол ойыншы да сол F7 нүктесін пайдаланып мат қойған. Енді мына жерде бізде личес ойынында өте керемет осы F7, F2 нүктесіне шабуыл жасап, сондай уәзірді ұтып алуға немесе мат қоюға осындай есептер берген екен. Әр есепті дұрыс шығарсаңдар дейді. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой рейтингті. Сол рейтинг көтеріледі. Рейтингтің бал көтеріледі. Енді мына жерде қара. Мынау F2. Көрінді ме? F2 дегеніміз мынау F қатары, мынау екінші қатарда тұр, F вертикалына тұр, горизонталь екінші горизонталда тұр. Енді мына жерге шабуыл жасау үшін бізде піл бар. Ферзь уәзір G2-ге патша қашады, енді F2 шах и мат болды. Енді бізде рейтинг көрдіңдер ме? Рейтинг өзі көтерілді, Рейтинг әрбір есепті дұрыс шығарған сайын рейтинг көтеріледі. Қыздар, сендер қазір келдіңдер, енді тақтаға қараймыз. Ал енді мына жерде қараңдар, F7 деген мына жер. Демек F7-ге қандай фигуралар шабуыл жасап жатыр бұл жерде? Дұрыс айтады. Екі фигура шабуыл жасап жатыр. Демек патша оны жалғыз өзі қорғай алмайды. Біз уәзірменен жеп шах қойдық. Патша қашты, енді патшаның алдынан атпенен екеуі бірге мат қояды. Енді мына жерде бұл мұнда қойып отыр, пілді. Не істейін деп отыр? Мына жақта рокировка жасағысы келмейді. Дұрыс айтасың, қалай істейді оны? F2 міне, Бүгінгі тақырыптың өзі ең әлсіз F2, F7-ге шабуыл жасау. Патша оны жесе, біз уәзірменен уәзірді жеп аламыз. Жаңа оны патша қорғап тұрған мұнда, Енді патша не істеді? Мына жаққа сарбаз жеп кетіп қалды, оны қорғамай қалды, біз оны жеп қоямыз. Рейтинг көтерілді. Ал енді мына жерде ше. Мына жерде не істейміз? Айтыңдаршы. F2 қайда? F7 қайда? Міне тұр, Мынау тұр. Бірақ бізде қайсысы дұрыс? Не үшін? Керемет, міне. Көрдіңдер ме? Бір жүрісті ғана есептеген жоқ, Не істеді? 2-3 жүрісті есептеп отыр. Бұл мықты ойыншы деген как минимум 3 жүріс есептеу керек, 3-4 жүріс есептеу керек, алдын ала. Мына пілменен оны жесе, ол патшамен жей алмайды, уәзірмен жейді. Ал уәзір кетті, енді ол мынаны қорғамайды. Демек біз мұнда шах деп двойной удар болады, патшаға и уәзірге. Ол мынаны қашты, ал біз мынаны жеп қоя саламыз. Пока сквозной удар выигрыш жоқ, ешқандай. Рейтинг көтеріліп жатыр. Не істейміз?
турамен F6-ға жесең, сенің уәзірің жеп қояды ғой, сосын шах болады. Ойлансаңшы, асықпа. Бірінші, гроссмейстерлерде бір мықты сөз бар. Бірінші ойлан, сосын жүріс жаса. Алдыменен есептеу керек. Ойланып. Сосын барып, нақты, мықты жүріс табу керек. Мына жерде мен... Ағай ферзбен анау қара ферзді жейіп, сол атпен жеген кезде... Ағай, мен Міне керемет. F7 полиясына мына жерге, шаршыға. Екі фигура атака жасап отыр. Демек, кедергі болып тұрған кім? Ат. Атты кетіру үшін біз уәзірге ауыстыра салдық. Молодцы. Енді мына жерді кіммен жейміз? Не үшін слонмен, не үшін пілмен? Себебі двойной удар болады. Мұнда шах, сосын атты жейміз, Ағай, өтсіз бұл бірінші болды. Дұрыс қой, бірінші пілменен жейміз, шах. Қатса жейді бір. Уәзір тұра тұрғауын, жей алмайды ғой. Ағай, мен білем. Қайсысын істейміз, не істейміз? Ағай, жауады ғой. F7-ге мұнда. Жей алмайды. F7-ге ат мұсат етіп тұрды. Ат мына жақта тұр ғой, вообще қатысы жоқ. Уәзірменен жейміз, ат қорғап тұр. Жақсы. Атпен жейміз. Пешканы. Жарайсың. Кейбір ойыншылар осы жерде бірденен тураны жеп қояды. Асықпаңдар. Сендерді туран жегенмен материалға қызықпаңдар. Өйткені мына жақтан қазір екеуі қос шақ беріп мат қойып қою мүмкін. Сондықтан сендер оларға мат қоятын мүмкіндік болса, бірінші соны жасаймыз. Атпенен жедік, ешқайда қаша алмайды. Мат. Міне керемет. Рейтинг көтеріліп жатыр. Енді келесі F7, мынау F2. Демек біз F2-ге шабуыл жасай аламыз. Атака жасай аламыз. Кіммен атака жасай аламыз? Айтшы. Дұрыс айтасыңдар. Уәзір мына жаққа кетіп қалды, уәзір атты өзі қорғамайды. Демек, біз пілді сарбазға ауыстықтағаны оның уәзірін не істедік? Кетіріп жібердік, назарын басқа жаққа аудардық. Ал біз мына жақтан атты жейміз. Бұл жерде не болды? Двойной удар. Қос шах. Енді ол уәзірменен жапты, ал біз тураны жеп алдық. Бір сарбаз, бір тураны ұтып алдық. Көрдіңдер ме? Енді мен қазір нені қиындатайын. Қазір уровенді қиындатайын. Кім табала деген. Плюс 300-ге қойдым. Плюс 300-ге қойайын. Сосын енді кім осы қиын есеп табала деген көреміз. Ал енді ойланыңдар, бастарыңды істетіңдер. Қане. Жоқ, возможно. Сендерге подсказка беріп тұр ғой бұл жерде. F7, F2. F дегенді білесіңдер міне. F2 мынау, F7 мынау. Так, атака осы жерден деп тұр. Ал енді сендер как план құру керек. Қайсы? Піл D7-ге? Піл G7-ге бұлай қарай ма? Жарайды көрейік. Піл G7. Жүріс қате дейді. Басқа жүріп көріңіз дейді. Өзі рейтингті түсіріп атыр. Сендер бір қателессеңдер де рейтинг түседі. Сондықтан бірінші не істе дейді? Бірінші ойлан дейді. Дұрыс емес жүріс. Қалай мат болады? Қалай мат болады? Мына ма? Мына оны жейма сонда? Мынаны бұлай ма? Мынаны алдыға ма?
Mınaның mı? Ана вакытта бар ya, ал. Pil mi? Ана вакытта. Соңғы Qaysi isteymiz endi? Mustik. Mustik. No ikkinchi razryadlarga arналған ғой. Ha? Qani? Sen ikkinchi razryadsan ғой, ya? Давай. Sen de ikkinchi razryad topshirayын deb atсың ба? Жақында topshirasan ғой, ya? Al Amirjan. Qani? Amirjan, sen bu yoqda ulkan ekrandan qara, televiziyadan qara. Mына жақта мен қарайын. Жоқ, болмайды. Ассалаумағалейкум. Ey, birinchi qayda, bas qayda o'ylanmaysizlar ma? I love you. Mına pildi jeysizlar ma endi? Ne isteysinlar endi? Ne qanday mumkinlik bor? Jeysizlar ma? Jedik, durus xot. Жүріс дұрыс. Біреуін өзім подсказка беріп қойдым мен сендерге. Дұрыс, пешканы алдыға. Дұрыс. Енді басқа вариант жоқ қой, сондықтан амал жоқ, ол мынаны берді. Біз оны жеп алдық. Ал енді мына жерде не істейсіңдер? F2, F7-ні табамыз. Но бізде последний есеп болсын, сосын біз ойнаймыз. Жарай ма? Жәңгір, қане таба ғой сен? Қалай табасың? Исмаил, сен отыра ғой, артында Жәңгір көре алмай жатыр. Ағай, мен түсіндім. Қалай істейсің? Бірденін жейміз ба? Шақ, ешкім қорғамай тұр, патша жеді. Біз сақ қоямыз айтпен. Дұрыс, біз атпенен мынаны жеп шақ қоямыз ба? Сосын біз оның пілін жеп аламыз, связкіден құтылдық, оның бір сарбасын артық жедік, сосын тағы да рокировка бұзылды. Ал енді балалар, не істейміз? Екі екеуден отырамыз. Ағай, мен видео